Сәлем достар. Бүгін біз сіздермен алгебралық бөлшектерді көбейту және бөлу тақырыбын қарастырамыз. Бүгін бірінші сабақта біз алгебралық бөлшектерді көбейтуді қарастырайық. Алдымен ереже ретінде b-дан a-ны көбейтейік n-нен m-ге. Бұл жерде жай бөлшектерді көбейту сияқты алым мен алымын, бөлім мен бөлімін көбейту жеткілікті. Олай болса, алгебралық бөлшектерді көбейту үшін алымындағы өрнектерді көбейтіп, бөліміндегі өрнектерді көбейткенге тең. Олай болса, бір мысалды қарастырайық. Мысалы, a куб бөлінген 4b квадратты көбейтейік 6b бөлімінде a квадратқа. Олай болса, жоғарыдағы ережені қолданып, алым мен алымын көбейтеміз, бөлім мен бөлімін көбейтеміз. Олай болса, жоғарыдағы ережені қолданып, алым мен алымын, бөлім мен бөлімін көбейтеміз. Сонда алымында 6a куб b, ал бөлімінде 4a квадрат b квадратқа тең. Енді бізде бұл жерде 6 мен 4-ті қысқартуға болады. Екеуінде 2-ге қысқартамыз. 4-ті 2-ге бөлсек 2, 6-ны 2-ге бөлсек 3 қалады. Енді a-ның 3 дәрежесі бөлімінде a-ның квадраты. Яғни a-ның квадраты толығымен қысқарады. Ал алымында 3-тен 2-ні азайтсақ, тек a-дан 1 қалады. Ал енді бұлар салыстырсақ, алымында b-дан 1, бөлімінде b-дан 2. Олай болса, алымындағы b толығымен қысқарады, ал бөліміндегі 2-ден 1 алынып, 1v қалады. Сонда бізде алымында қалды 3a, ал бөлімінде 2v. Келесі бөлшектердің көбейтіндісін қарастырайық. Бізге берілгені pm қосылған 2p. Бөлімінде m. Көбейту керек. Екінші бөлшегіміз бөлімінде m квадрат минус 4, ал алымында pm квадратқа тең. Ол үшін бізге берілген бөлшектің ережесі бойынша алым мен алымын көбейтеміз, бөлім мен бөлімін көбейтеміз. Сонда бізде тең болады. Жақшаға аламыз, pm-ді қосылған 2p-ны көбейтеміз pm квадратқа. Ал бөліміндегі m-ді көбейтеміз m квадрат минус 4-ге. Бұл жерде бөлшектің алымында бірінші жақшаның ішінен ортақ көбейткіш p-ны жақшаның сыртына шығаруға болады. Сонда бізде p-ны шығарса қалады m қосылған 2. Және көбейтеміз pm квадратқа. Ал бөлімінде m өзгеріс қалады. Ал m квадрат минус 4-ті екі өрнектің квадраттардың айырымы бойынша сол өрнектердің айырымы мен қосындысына жіктеп жазаламыз. Яғни m минус 2 мен m плюс 2-нің көбейтіндісі. Олай болса, бұл жерде бізде m плюс 2 мен m плюс 2 толығымен жақшасымен қысқарады. Және бізде бөлімінде m, алымында m квадрат бар. m мен m квадраттың квадратын қысқартамыз. Яғни 2-ден 1 алып, алымында 1 m қалады деген сөз. Сонда қалған өрнектерді ықшамдап жазсақ, p көбейтілген pm, яғни p-ның квадраты m, p квадрат m, ал бөлімінде бізде қалады m минус 2. m минус 2. Келесі тағы да бізге екі өрнекті көбейту берілсін. Ол бізде бөлшектің алымында x қосылған a-ны, қатынасы x минус a-ны көбейтуіміз керек x квадрат минус a квадратқа. Ол үшін алдымен бірінші бөлшекті өзгеріс жазып алайық. x минус a-дан x плюс a көбейту. Екінші бөлшектің бөлімінде бізде 1 бар. 1 алымында x квадрат минус a квадрат. Ереже бойынша алым мен алымын, бөлім мен бөлімін көбейтейік. Сонда бізде алымында x
қосылған а көбейтеміз x квадрат минус а квадратқа. Ал бөлімінде бізде бар x минус а. Бұны біз 2-ке бөліп қойайық, алдыңғы есептің шартымен шатаспас үшін. Бұл жерде x квадрат минус а квадратты екі өрнектің квадраттарының айырымы формуласы бойынша екі жақшаға жіктеп жазсақ. Алымында x плюс a'мыз бар. X квадрат минус а квадраттың өсін x минус а және x плюс а екі жақшаға жіктеп жаза аламыз. Бөлімінде бізде x минус а бар. Бұл жерде бөлшектің бөлімдегі x минус а мен бөлшектің алымдағы x минус аны толығымен жақшасымен қысқартамыз. Сонда бізде қалады x плюс а көбейтілген x плюс а. Бұл дегеніміз x плюс алардың негіздері бірдей, дәрежелер бірге тең. Сонда ол x плюс аның квадратына тең деген сөз. Бізге берілген өрнектің көбейтіндісін осы күйінде де қалдыруға болады, немесе осы екі өрнектің қосындысының квадраты бойынша асып жазсақ та болады. Олай болса, x плюс аның квадратын ашатын болсақ, x квадрат қосылған 2 еселенген xa қосылған а квадратқа тең. Егер берілген есепте жауабын көбейтінді түрінде жаз десе, онда x қосылған аның квадрат түрінде қалдырамыз. Ал егер берілген есептің жауабын көп мүше түрінде сұраса, онда x плюс аның квадратын қысқаша көбейту формуласы бойынша ашып көп мүше түрінде жазамыз. Біз сіздермен қарастырдық алгебралық бөлшектерді көбейту тақырыбын. Келесі сабақта алгебралық бөлшектерді бөлуді қарастыратын боламыз. Ал әзірше сау болыңдар.